UFC чемпионы Илья Топурия Германияның Галле қаласында дүниеге келген. 7 жасында тарихи отаны Грузияға көшіп, әкесінің кеңесімен грек-рим күресіне қатысып бастайды. Грузия Топурия отбасының соңғы тұрағы бола алмады. Олар кейіннен Испанияның Аликанте қаласына қоныс аударады. Дәл сол жерде 15 жасар Илья Климент клубында аралас жекпе-жекпен айналысып бастады. Осы себепті Испания атынан өнер көрсететін чемпион. Маған Испанияда да, Грузияда да қолдау бар. Бұл керемет дегенді айтады. Негізінен ол Грузияда туып өскенімен өзін испандық сезінетін журналистерге бірнеше рет жеткізген. Мен тұрып төбелесте де, күресте де Махачевтан жақсымын дейтін ол дағыстандықтармен жиі сөзге келіп тұрады. Ильяның үлкен ағасы Александр да ММА-мен айналысады. 2024 жылы Александр да UFC-мен келісімшартқа отырған екен. Топурия өз мансабын 2015 жылы бастап испандық Франсиско Аспиралланы қылқындыру әдісімен жеңеді. Жалпы өз мансабының басында ол қарсыластарын жиі күрес тәсілімен жеңетін. 2016 жылы ол Валенсияда Джон Гуаринді жеңіп, МФА чемпионы атанады. 2018 жылы ол бразилиялық джиу-джитсудан белбеу алды. 2019 жылдың күзінде ол беделді Брайв лигасында 2 рет жекпе-жек өткізіп, өзінің ММА рекордын 8-0-ге жеткізді. Ал өзінің UFC дебютын Топурия 2020 жылы Абу-Дабиде жасады. Топурия жарақат алған кореялық Чайсон Вуды алмастырып, қысқа мерзімде жекпе-жекке шықты және төрешілердің бір ауыздан шешімімен марокколық Юсеп Залаланы тізе бүктірді. Спортшы чемпиондық жолын өзінің қызуғанда мінезімен бастады және жанкүйерлер оны екінші Макгрегор деп те атай бастады. Мен үнемі жүрегімнің түбінде майдан даласында соғысуды армандаймын, бірақ мен қазір беделді лигада төбелесіп жүрмін деп қысқа қайрады ол өз мінезі туралы. Айта кету керек, Топурия салмақ тастау үшін шарапты қолданатын жалғыз UFC жауынгері және бұл оған 1 килограмм тастауға көмектеседі екен. Топурия дебютінен бері 2020 жылы Дэймон Джексонды, 2021 жылы Райан Холлды, 2022 жылы Джи Гербертті нокаутқа түсірді. Бұдан кейін ол ресейлік Мавсар Евлаевпен жекпе-жек өткізуі керек еді. Бірақ Мавсардың коронавирус жұқтыруына байланысты кездесу өтпеді. 2024 жылдың ақпанында Топурия атақты Волкановскиймен чемпиондық кездесу өткізді және ешкім күтпеген жерден Волкановскийді нокаутқа жіберіп, жеңіл салмақтағы UFC чемпион атанды. Осылайша испандық матадор өз рекордын 15-0-ге жеткізген еді. Осы жылы ол белбеу үшін Грузияның мемлекеттік наградасы құрмет орденін иеленді. UFC чемпионы жеке өмірінде электр компаниясының негізін қалаушы Джорджина Бадельмен қарым-қатынаста. Жауынгердің Гюго есімді ұлы бар, бірақ ол спортшының бұрынғы әйелінен 2020 жылы туылған. Топурия ұлының да өзі секілді спортшы болғанын қалайды. Топурия татуировка салғызғанды жақсы көреді және оның кеудесіндегі тәжі бар жолбарыс өзінің чемпиондық мақсатын еске салады. Топурия Волкановскийді жеңгеннен кейін Реал Мадридтің стадионында Конор Макгрегорды де жекпе-жекке шақырған және ол Махачевпен де болашақта шығуға дайын екен және оны сөзсіз жеңетін үнемі айтады. Спортшы 2024 жылы Испания азаматтығын алған. Еуропадан шыққан UFC чемпионына бұл істе Испания премьер-министрі Педро Санчестің өзі көмектескен екен. Өзінің қазіргі жекпе-жек стилінен танбаса, еуропалық чемпион болашақта бір емес, бірнеше салмақта UFC чемпионы атануы да мүмкін. Біз оған сәттілік тілейміз.